Ресей мен Украинаның арасындағы соғысты тоқтатуға шамасы келмеді ма, Трамп енді Түркия президенті Ердоғанға телефонмен хабарласып, осы мәселені талқылады. Ресей мен Украинаның арасындағы соғыста Трамп, яғни Америка, енді Түркияға арқа сүйеуге көшті. Расында да НАТО әскерінің арасында түрік армиясының алатын орны ерекше, оны бүкіл әлем біледі, және Путин де жақсы біледі. Енді Трамп түріктердің көмегімен Ресей-Украина соғысын тоқтатуға мүдделі екенін ашық мәлімдеді. Бұл туралы жаңалық бүкіл елді қайран қалдырды. Расында да Трамптың енді Ердоғаннан көмек сұрайтындай жағдайға жеткені ма деп. Ал Ердоған не деп жауап берді? Алдағы уақыттары Ердоғанның және оның әскерінің көмегі қандай болмақ? Бұл дипломатиялық жолмен шешіле ме? Әлде мүлде әскери әдіс тәсілмен шешілуі мүмкін ба? Бұл жағын нақтылап көрсетпеді. Алайда Трамп пен Ердоғанның сөйлесуі көп жайлардан хабар береді. Себебі түрік билігі осы кезге дейін Ресей мен Украина арасындағы соғыста бейтараптық ұстанғанымен, бұл соғыстың тезірек аяқталуына мүдделі екенін айтқан болатын. Түркия мен Ресейдің арасында Орта Азия елдеріне ықпал ету, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан сияқты мемлекеттерге саяси болсын, экономикалық тұрғыдан әсер етуде Қытай және Ресей түркі билігі үнемі бақталасып келген еді осы кезге дейін. Әлі күнге дейін ықпал ету аймақтарында үлкен саяси дипломатиялық ойындар жүріп жатыр. Ал енді Осман империясы тұсын алып қарайықшы. Ресеймен арада қаншама соғыстар болды. Нәтижесінде Осман империясы қирады. Бірақ тәуелсіз түркі мемлекет, яғни Түркия құрылғаннан кейін де Ресеймен арада салқындық болды. Ол тарихты былай қойғанда, Ердоғанның билігінің тұсында Түркия мен Ресейдің арасында үлкен әскери қақтығыс болған еді. Бұл ресейлік Су-24 ұшағының Түркияның әуе кеңістігіне кіріп кеткендігі, және соның нәтижесінде түріктер билігі бұл ұшақты, яғни ресейлік ұшақты атып түсіріп, осыдан кейін Путин мен Ердоғанның арасында үлкен түсініспеушілік болды. Сол кездері Ердоғанның айтқан мына сөзі бар: біз бұл жағдайды қаламадық, бірақ Түркияның өз шекарасын қорғауына деген құқығын барлығы құрметтеу керек. Белгісіз әскери инсан біздің әуе кеңістігімізге кіріп кетті. 5 минуттың ішінде оған 10 ескерту жасалды, бірақ олар тыңдамады. Біз қатерлерге қатысты әрекет етудің ертеде жария етіп, қабылданған ережесі бойынша қатаң түрде әрекет етуге шешім қабылдадық деген болатын. Яғни Ердоғанның берген жауабы осындай болды, алайда Путин бұған қатқыл жауап берді. Қалай дегенмен де одан кейін Түркия мен Ресейдің арасында саяси бұндай оқиғалар жібігендей болған еді. Ал енді Ресей-Украина соғысы кезінде Ердоған Украинаның президенті Зеленскийді қабылдады, оны жылы қарсы алып алдынан шықты. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Енді келіп Европа мемлекеттері болсын, Америка құрама штаттары болсын шеше алмаған осынау мәселені Трамп Ердоғанға шығып телефонмен сөйлесіп, осы мәселені талқылап отыр. Алдағы уақыттары Трамптың түріктерді, яғни Түркияны осы Ресей-Украина соғысын реттеуге пайдаланғаны отырғанын байқауға болады. Алайда Ердоған оған қандай талап қояды, қандай нәрсесіне келіседі, қандай нәрсесінен бас тартады, оны алдағы уақыттары көретін боламыз. Қалай дегенмен де Трамптың күні Ердоғанға, түріктерге қараған екен.